Сәлем достар, бүгін біз тез әрі оңай дайындалатын котлеттерді дайындайтын боламыз. 1 кило фаршымызға 2 пиязымызды теркадан өткізіп саламыз. 1 булка ақ нанымыздың ортасына алып, суға жібітіп, фаршымызға қосып, 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластыру қажет. Енді котлеттерімізді осындай формаларға келтіріп, панировочный сухарики аунатып, алдын ала барлығын дайындап қоямыз. Қызып тұрған майымызға котлеттерімізді екі жағынан жақсылап қуырамыз. Енді зажаркамызды дайындаймыз. Зажаркамыздың үстіне котлеттерімізді осылай орналастырып, 10 минут бұқтырып аламыз. Гарнирге мен пюре дайындадым. Алдын ала картоптарымды қайнаттым, тұз қостым. Одан кейін кішкене сары май мен сүт қосып, блендермен жақсылап араластырамыз. Сонда өте сұйық, дәмді болып шығады. Аз болсын, жасап көріңіздер, өте дәмді шығады.